Аяулы анасынан айырылып, тауы шағылған әнші Қарақат Әбілдина марқұм анасын еске алып сағынышын жеткізді. Жылда осы уақытта анашым жанымызда болушы еді. Қыстан аман шыққаннан кейін дәрігерге бір тексеріп алайық деп шақырып аламыз да жібергіміз келмей қалатын. Әр күнін әсемдеп, достарым құрмет көрсетіп, үйлеріне кезек-кезек шақырады. Жақсы көретін әншілерінің концертіне апарамыз. Ауылын сағынып қайтамынға басып-басын деп бәріміз асты үстіне түсеміз. Күніне 2 рет жылы суға ваннаға салып алаша шомылдырып алушы едім. Моншалататынбыз. Сонда айтатыны ғой: "Ту, қойшы, неге бас салып жуындыра бересің? Бірдеме жабысып қалады дейсің бе? Әлде үстімнен ауылдың иісі кетпей қойды ма?" деуші еді марқұм. Бірде анашымды тай-спаға ертіп бардым. Өз тілінде ғана сөйлейтін тайкалардың қызметін көріп аң-таң. Құдай-ау, бұл әртістердің қартаймай үнемі жылтырап жүретіні осы екен ғой. Біреуге денесін уқалатты деген не масқара, деп массаж жасатпай қойғанына күлгенім бар. Ұят дегенді бірінші қойып, әр істе тектілігін көрсетуші еді. Әйел болып, қалтасын ақшаға толтырып, дүкен аралап, киініп көрген жан емес. Тіршілігінде барлық керек-жарағын әкем әпергенге әбден үйренген. Әкемнің қайтқанына 15 жылдай уақыт өтті. Кейіннен қалтасында ақшасы болса да, сол әдетінен арыла алмай кетті. Киім таңдап, мынау жақсы, мынау жаман демей, әпергеніңді ғана киіп, балаша монтайып отырушы еді. Әнші анасының өзін ұялтқан кезін еске алды. Анасының әйел болып ақша мен киімге қызықпағанын айтты. Дүкен аралағаннан рахат табатын әйел затымыз ғой. Магазинге қанша ертіп апарғаным мен бірде-бір зат қарап, дүниеге қызыққан жан емес. Қайтесің құлыным, 100 көйлегім бар, әпере бермеші, деп кірген дүкеннен орындық тауып алып отыра кететін. Мамау, отыруға келдік пе? Керегіңізді, ұнағанын таңдамайсыз ба? Дегенде басын шайқап қана қалатын. Бойындағы қарапайымдылық, қанағатшылдық қасиетіне әлі күнге шейін тәнтімін. Өзінен бұрын өзгені ойлап, жоққа бергісі келіп тұратын жаны жомарт, жан-жағына нұрын шашқан жақсымау. Кең болсаң кем болмайсың құлыным, деп жиі айтушы еді. Анамның орнын енді ешкім толтыра алмас. Қалған өмірде естелік фотоларға қарап, мауқымды басып, дұға жасағаннан басқа амалым жоқ. Ұлдарымның ішінде өзіне ұқсаған Имашогын ерекше көретін. Әрқайсысына пенсиясынан жарымдап ақша үлестіргенде, "Апа, біздің богач" дейтін ұлдарым. Сөйткен әжелерінің келмеске кеткенін бұлар да енді түсінгендей. Қайсысы бірін айтайын, деп жазды әнші.